Риддерде COVID-19 науқастары үшін иммундық плазма донорлары 27 адам болды. Қыркүйектің соңында олар 11 болған. Бүгіндері Риддердің донорларының арқасында иммундық плазманың 81 дозасы дайындалды. Естеріңізге саламыз, қанында антиденелері бар бір адам аз дегенде 2 ауыр науқасқа көмектесе алады. Аппараттық плазмаферез әдісімен тапсыру рәсімі қауіпсіз және ауыртпайтын. Коронавирустың ауыр немесе орташа түрімен ауырған кез келген кәмелетке толмаған адам донор бола алады. Бастысы сауыққан кезінен 2 аптадан аз уақыт өтпеу керек. Рәсім үшін марапат 19 446 теңгені құрайды. Работа в этом направлении продолжается. Осы бағытта жұмыс жалғасуда, сондықтан барлығын донор болуға шақырамыз. Қан тапсырғандар барлығы марапаттарын алды. Ол жерде барлығы мейірімді өтеді. Қан тапсырмас бұрын міндетті түрде терапевт тексереді, дене қызуын өлшейді, қан қысымын өлшейді, өзін сезінуін, тапсыру ниетін сұрап барып аппаратқа жібереді. Сондықтан ниеттері болса, тұрғындар кеңестік диагностикалық орталыққа 15-ші кабинетке келіңіздер. Донор болғым келеді дейсіздер, әрі қарай сізбен медициналық жұмысшылар жұмысын істейді.